ертеде ешкі ертеде қырғауылы қызбеге құйрық жыны ұзын кезде жалқау уайымсыз мұңсыз бір жігіт болыпты. О жаратқан ием, дүниеге алып, жарық дүниеге алып келген соң, байлығы тасыған бай етіп жаратпадың ба? Жалғанды жалпағынан кешер тұсында, ішер асқа, не киер тамаққа жарма жүрген мынау деп қайғырыпты. Сол кезде жігіттің әлгі сөзін естіп қалған қария, қарағым, неге сонша мұңаясың? Байлықтың бәрі өзінде тұрған жоқ па? дейді. Сонда жігіт, қайдағы байлықты айтасыз? деп, оны өзі мазақтап тұрма деп ашуланады. Мен саған қалағанша 6 күміс берейін. 2 көзің сатасың ба дейді. Сонда жігіт, 2 көзінен айырылсам, маған алтын байлықтың керегі қанша? Сонда ақсақал, онда бірінен кейін жігіттің 12 мүшесін біртіндеп саудалай бастайды. Бұл сөзді естіген әлгі жігіт одан бетер ашуланып, ат басындай алтын берсеңдер, мен ешқандай дене мүшемді сатпаймын. Мүгедек болар жайым жоқ деп кесіп айтады. Сонда ақсақал, ендеше балам, бар байлық өзінде, ол адамның денінің саулығы. Өзің сияқты дене мүшесі бар, түгел адам, ол бай адам. Ол ешқандай байлықпен де, алтынмен де, Әлмұхаммед айырбасталмайды деген екен. Мінекей, балалар, ал енді сендер осы байлық дегенді қалай түсінесіңдер? Ал Кәмшат. Байлық дегеніміз 12 мүшенің саулығы және денсаулығы зор байлық, жақындарымыздың жанымызда болуы. Жақсы, жақындарымыздың жақсы болуы дейді, өте жақсы құдірет. Қалай түсінесің? Ата-анамыздың және достарымыздың қасымызда болуы. Тамаша. Ата-анамыздың, достарымыздың өзі бар болу жанымызда. Жақсы, Қазбек. Ата-анамыздың жандарымыздың аман болуы. Жақсы, аман болуы. Балай, сен не дейсің? Байлық дегеніміз денсаулығымыздың саулығы. Деніміздің саулығы. Жақсы, бір сезім. Байлық дегеніміз ол достарымыз, ата-анамыз, денсаулығымыз, сол байлық. Жақсы, керемет. Деніміздің аман болған екен, өте жақсы. Сонда жаңағы мен айтып берген ертегінің түйіні не екен сонда? Мен айтпақ болды. Денсаулық, зор байлық дегенді айтып. Жақсы. Ал енді балалар, біз өткен сабақта денсаулық туралы мақал мәтелдерді жазып, сол мағынасын ашамыз деді. Солай ма? Ал, Мұхаммед. Боранның бұрқыратқан қыстан сай сүйегін сырқыратқан саруайым жаман. Сенің көңіл-күйің жақсы болу үшін сенің денсаулығың жақсы болу керек. Денсаулығың нашар болса, сен көңіл-күйің де жақсы болмайды. Көңіл-күйің жақсы болса, денсаулығың да жақсы болады. Жақсы. Жаңқошқа айналдырып жібердің ғой, жақсы. Дерт көп, денсаулық біреу. Мен бұл мәтелді былай түсіндім. Дерт, қазіргі заманда дерт өте көп, ал денсаулық жалғыз. Сол үшін денсаулықты күтініп ұстап, спортпен шұғылданып, күнделікті өзіміздің істейтін жұмыстарымызға күнтізбе жасап, соны орындап жүру керек. Ой, жарайсыз, Әлмұхаммед, дерт деп қалдың ғой, қандай дерттер келді? Біз өткен оқу жолында, алдыңғы оқу жолында біздер онлайн оқуға да көшіп кеттік, не себептен, не болды сол уақыттарда? Коронавирус, вирус келді. Міне сол кезде қауіпті дерт болды. Қауіпті дерттен сақтану үшін біздер осындай онлайн сабақтарға да көшіп кеттік. Жақсы, Динара, сен не дейсің? Сақинаны сәнге салмайды, тазалыққа тарасы. Сақинаны сәнге салмайды екен, балалар, біз білеміз бе осы сақинаны? Біздің ата-аналарымыз, яғни үлкендер, апаларымыз, әжелеріміз
Яғни сол жаңағы сақинаның өзі не бар екен? Емдейтін қасиеті бар екен. Күмістің емдейтін қасиеті бар екен. Ал Кәмшат. Жасырған аурудың жарасы асқынады. Мысалға біз дер кезінде дәрігердің көмегіне жүгінсек, дер кезінде ем қолдансақ, біздің жарамыз асқынбайды және ауырмайды. Яғни дер кезінде ауруымызды не қылуымыз керек екен? Барып көрсеніп, көрінуіміз керек екен, тексеруіміз керек екен. Айтасыңдар ма? Болды, жалпы мына осы бақал мәтелдерді ал Ерсай. Ауыру жарасы deyince ауырмайтын жолы бақалдың мағынасын ауыру дәрі ішіп химиялық дәрі деген химиялық у екенін білеміз, алайда сол ауырмайтын ауру не істеу керек екен? Жасалу керек екен, дұрыс тамақтану керек екен. Аурудың көпшілігі дұрыс тамақтанбаудан және дұрыс салауатсыз өмір сүрудің салауаты. Баян. Бас амандар мақтайды, бас ауырса жантайды. Адам ауырмай тұрып тек қана байлықты ойлайды, ал ауырғаннан кейін жазып кетеді, немесе ауырмайды ойлайды. Сол үшін не істеу керек екен? Дұрыс тамақтану керек, күн тәртібін сақтау керек, деніміздің жаңағы дене қозғалысын жасауымыз керек. Ал балалар, бүгінгі күнді жазайық. Тақтада жазылды. Қазанның 17-сі, бүгінгі сабақтың тақырыбы дәрігермен сұхбат. Дәптер жазайық. Жас болса қаламсақты орнына қояр. Бүгінгі оқу мақсаттары туралы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты. Бірінші, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Екінші, жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, мәтіннен жалғау түрлерін табу. Бұл бүгінгі оқу мақсаты. Сабақтың мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, жалғауларды талдау кезінде ажырата біледі, жалғаулардың түрлерін анықтайды, талдайды. Ал енді мәтінмен қансайық. Алдымен кітаптарында оқулықтарын ашыңдар. 38-ші беттегі бірінші тапсырма дәрігермен сұхбат. Бұл мәтінде балалар дәрігері академик Қамал Ормантаевтың сұхбаты, оған сұхбат алуға журналист келген екен. Арамызда қазір біреуі журналист боласыздар, біреуі дәрігер боласыздар. Келе ғой, Кәмшат журналист болсын, дәрігер. Ой, Аймұхаммед, өз болашақта Аймұхаммед дәрігер болам деп армандап жүрсің ба? Жақсы маманда. Ал журналист бастайды, қалғандарымыз мұқият, кітапқа қараймыз, 38 бет. Отар қоямыз, қараңдар. Мәтінді диалог түрінде берілген образға ені, біреуің дәрігер боласын, біреуің журналист боласын. Ал, оқи ғой. Бүгінгі бала ертеңгі болашақ, сондықтан ұрпақ саулығы қоғамның басты назарында болуы тиіс. Бірақ қазір балалардың денсаулығы әлсіреп кетті деп жатамыз. Сол рас па? Әр адам үшін деннің сау болуы маңызды. Бәрі ұзақ өмір сүргісі келеді. Бірақ денсаулықты күтудің жөні бір бөлек. Біздің есебіміз бойынша аурудың 14 000 түрі бар. Әрқайсысының пайда болу себебі әртүрлі екенін ескере отырып, көп аурудың тұқымқуалаушылық арқылы берілетінін айтқым келеді. Баланың денсаулығы 9 ай бойы құрсағында көтерген анасының денсаулығына байланысты болады. Аурудың пайда болуының екінші себебі тамақ ішуіне, үшіншісі дене қозғалысына, төртіншісі жұмыс істеуін түріне байланысты. Мысалы, көп адамдардың жүйкесі жұқарып жүреді. Содан жүйке аурулары пайда болады. Негізгі ауру түрі көп. Соның ішінде негізгілерін айтып отырмын. Балаға дәріні көп берген дұрыс па? Мысалы, бір дәрігерге барсаң, ол саған 5-7 дәрі береді. 3 дәрігерге барсаң, 15-20 дәрі жазып беруі мүмкін. Оның бәрін ішу мүмкін емес. Дәрінің өзі химикалық у. Дәрі бір мүшеге жеткенше барлық мүшені аралап шығады. Сондықтан дәріні көп ішкен дұрыс емес. Бірақ дәрі ішпей болмайтын аурулар бар. Мәселен, бронх демікпесі, қант диабеті, жүрек қан тамырлар жүйесі аурулардың дәрі ішуге мәжбүрсің. Ал бізді барлық ауруға бірден дәрі береміз. Жақсы, біз мәтінді сұхбатты мұқият оқып шықтық, отыра қойдық. Ал бәріне ортақ сұрақ қоямын. Балалар, біз
қашан қай кезде соңғы рет дәрігерге барып көрді? Ал қазір 3 ай бұрын анализ тапсыруға бардым. Жақсы, кәмшаттен қай кезде бардым? 2 аптадан ішім. Мазасы ішім ауырып барды. Жақсы, 3 ай бұрын жақсы, бәрі дәрігерге жақсы көрінеді екенбіз. Ал енді мүлдем дәрігерге бармайтын оқушылар бар ма? Ал айтайын. Соңғы рет 3 жыл алдым бардым дейді. Ал жақсы, тағы да. Сонда дәрігерге біз қай кезде бармыз керек екен балалар? Жылына немесе 6 айда ауырмай бірақ дәрігерге барып істеуіміз керек дейді. Ал енді мәтін бойынша айтайық, жалпы денсаулық сақтау үшін не істеу керек деп тұр дәрігер? Дұрыс тамақтану. Яғни 4 себебін айтып қойған, 4 себебін. Бірінші не дейді? Тамақ ішу. Дұрыс тамақ. Дұрыс, айталым. Калориясы көп, яғни ағзаға пайдалы заттар жеу. Пайдалы заттар деген не ол? Пайдалы жеміс-жидектер, көкөністер, сүт өнімдері, тағы да ет өнімдері ше. Ет өнімдері, балық, табиғи өнімдерді көбірек пайдалану етеді. Бірінші, яғни бірінші жаңағы жолы дұрыс денсаулық мықты болу үшін бірінші жол дұрыс тамақтану дейді. Ал одан бірақ негізі бұл бірінші емес, екінші болатын, біріншіде не дейді? Біздің қолымызда көзі құрсағында көтерген анамыздың денсаулығы мықты болса, баламыз да денсаулығы мықты болады. Тамаша. Яғни біздің ананың құрсағында бала біткеннен бастап ананың денсаулығы қандай болу керек дейді? Мықты болу керек дейді. Жақсы, бұл екінші деп кете берейік. Ал үшіншісі? Дене қозғалысы, оған мысал келтірсек, дене қозғалысы. азанда серуендеп, адам көбірек жүру керек, және де спортпен шұғылданып, өзіне күнсізбелік жасау керек. Сен дене қозғалысын таңертең серуендейсің ба? Иә. Қай уақытта серуендейсің? Таңертең нешеде тұрасың? Өзім 7-де тұрам. 7-де тұрып серуендеп үлгересің бе? Мектепке жаяу келесің бе? Мектепке жаяу келудің өзі серуендеу жатады. Таңертеңгі таза ауамен келіп 10-15-20 минут жүру, ол сенің денсаулығыңа әсер етеді екен. Жақсы, тамаша. Соңғы 4-ші не дейді? Жұмыс істеу. Яғни жұмыс істеу дегенді қалай түсінеміз? Күнделікті істеп жұмыстарымызды күнтізбеге жазып, оны істеп жүрміз. Қазіргі кезде біздің жұмысымыз не? Оқу. Оқу үшін еңбектенуіміз керек, және сонымен қатар тек қана еңбектенумен ғана керек бермейді, салауатты өмір салтында ұстауымыз керек екен. Қосымша үйірмелерге баруымыз керек. Солай ма? Қосымша үйірмелерге барасыздар ма? Қандайға барасың мысалға? Футбол. Сен қандайға барасың? Футбол. Тағы да. Сен қандайға барасың? Олжас. Бокске барам. Айдос, сен ше? Қандайға барасың? Күреске барасыз. Енді балалар тапсырма. Жалпы мәтіндегі дәрігердің жалпы бізге беретін нұсқаулығын, кеңесін тыңдады. Енді осы мәтінді тағы да өз беттерінше қазір әр қатар бойынша тапсырма берем. Қатарда осы мәтін бойынша проблемалық сұрақтар дайындайсыңдар. Проблемалық сұрақтар мәтін бойынша дайындайсыңдар. Мінекей. Біргеміз. Екі сұрақ дайындаймыз. Үшінші қатар бірінші қатарда, екінші қатар екінші қатарда, бірінші қатар. Болдық па, дайынбыз ба? Ал енді осыны біздер проблемалық сұрақтарды себетке саламыз. Әрі бұл проблемалық сұрақ дегеніміз біздің идеямыз. Жалпы денсаулығымыз мықты болу үшін не істеу керек? Нені ескеруіміз керек? Нені өзімізге әрдайым есімізде сақтап жүруіміз керек? Ал, жақсы. Бірінші қатарда болды. Балалар дәрігердің өзі айтады, балалар дәрігері академик. Ұстап отырамыз. Академик айтады. Жалпы балалардың ауруының 14 мың түрі бар. Көрдіңіздер ма? 14 күннен көп бас ба? Өте көп. Міне содан сақтану үшін не істеу керек деген айтылған.
Енді сендердің ойларың осы бойынша сендер қандай проблемалық сұрақтар дайындаңдар? Кел, үшінші қатар. Денсаулығы мықты болу үшін не істеу керек? Жақсы, не істеу керек? Бұл проблемалық сұрақ. Яғни не істеу керек екендігін бізге ой салды. Бұл әлі идея, келе аласың. Дұрыс тамақтану денсаулыққа кері әсерін береді ме? Жаңа айтты, кері әсерін береді ме? Мына дұрыс тамақтану, Ернар, дұрыс тамақтану керек екенін айтып жатыр. Жақсы, екі идея кетті, әрі проблемалық сұрақ. Кәмшат жақындай ғой, келе ғой. Әр адам өз денсаулығы үшін жауапты ма? Әр адам өз денсаулығы үшін жауапты ма дейді. Жақсы, жауапты, иә? Балалар жиі ауырады деген сөзді көп ата-аналардан естиміз, сол рас па? Сол рас па, жиі ауырады. Немен жиі ауырады? Иә, осы бойынша назар алуымыз керек. Келе ғой, жақсы. Адамның дұрыс тамақтануы мен дене қозғалысы денсаулыққа әсер етеді ме? Дене қозғалысы мен тамақтануы денсаулыққа әсер ете ме дейді. Жақсы, проблемалық сұрақ. Яғни дұрыс тамақтану керектігін айтып жатыр. Бала денсаулығы мен оның анасының денсаулығының арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Иә, қандай байланыс болуы мүмкін? Бала мен ана арасында. Бұл да проблемалық сұрақ екен. Жақсы, мен сендердің проблемалық сұрақтарды себепке салдым, әрі бұл идея. Енді балалар, біздер ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Оқулықтағы екінші тапсырманы орындайық. Көптік, септік, жіктік жалғауларын біз өткен болатынбыз, иә? Соны еске түсіре отырып, 4 оқушы тақтаға шықсын. Кімдер шығады? Келе ғой, Балайым, Гүлсезім, Кәмшат. Келе ғой. Нәтижені мынаны пайдалансақ та болады. Екі оқушы нәтижені пайдалансын. Белсенділік танытқан оқушылардың барлығын бағалайтын боламын 10 балдық жүйемен. Алмаса жазылдыңыз ба? Жақсы. Көптік жалғаулар қандай еді, балалар? Есіңізге бір түсіріп жүрейікші. Кім айтады? Көптік жалғаулар. Ол сөзге көптік мағына лар, лер, дар, дер, тар, тер. Жақсы, көптік жалғауларға жаңағы сөздерді Қазыбек теріп жазып жатыр. Ал енді септік жалғаулар есіңізге түсірейікші. Үш жақта болады, мен... Үш жақ, жекеше және көпше түрі бар. Үш жағы бар, иә? Бірінші жақ қалай болады? Менің дәптерім. Сенің дәптерің, сіздің дәптеріңіз, оның дәптері. Жақсы, көпше түрі. Біздің дәптерlerimiz, олардың сендердің дәптерлері, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Тәуелді жалғауын астын қой, балай. Ал қайсың болыңдар? Жектікті сосын айтамыз ең соңғы. Жақсы, жақсы, ал Қазыбек. Адамдар, микробтар, дәрігерлер, аурулар. Бәрекелді дұрыс, иә? Лар, лер, көбінесе лардар, тар, лер бар екен. Өте жақсы, отыра ғой. Қазыбек. саулығы, жыны, жүйесі, шекесі. Ал қара, саулығы нешінші жақта тұр? Оның саулығы. Жақсы, барлығы өшірді берген сөздердегі жаңағы терген тәуелді жалғау нешінші жақта тұр екен, балалар? Ой, бәрекелді. Жақсы, отыра ғой. Ал енді балалар, біз сабағымызды қорытындылайтын кез жетті. Бүгінгі сабағымызды өрмекші торы жазып болдық па? Өрмекші торы арқылы кері байланыс береміз. Ортаға шығыңдар. Кер болып тұрамыз. Әдетер кеңейтіп кәстар неғып болмайды, е? Кеңейтеміз, қатырамыз. Аға, сейсайық бәріміз. Ал енді бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Бір-бірімізге жаңағы жіпті лақтыру арқылы кері байланыс береміз. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Қолға ора. Мен бүгінгі сабақта денсаулық зор байлық екенін білдім. Денсаулықты ешқандай алтынға айырбастауға болмайды. Жақсы. Ол үшін дәрігерге не істеу керек? Кімге лақтырасың? Аман, неқа қарай? Тастасай.
Шеңгер Мен жасап бұл сабақта проблемалық сұрақтарды құрастыруды үйрендім. Проблемалық сұрақ құрастыру. Ой, бәрекелді, өте жақсы. Ал Әсет, кімге бересің? Қолыңа ора. Мен бұл сабақта денсаулықты күтініп ұстау керек екенін, яғни дерт көп, денсаулық сол үшін күтініп ұстап, күнделікті күнтізбеге өзінің күнделікті жасайтын заттарыңды жазып қойып, және дұрыс тамақтануды үйрендім. Жақсы, қолыңа орады, келесі кімге лақтырасың? Мен бүгінгі сабақта грамматикалық тақырып септік жалғауын ажыратуды үйрендім. Иә, септік жалғауын ажыраттым. Орнына орасы. Кімге бересің? Қазір 10 балдық жүйемен бағалайтын боламын. Ол Әлмұхаммед жақсы жауап берді. Денсаулық туралы мақал-мәтелдің мағынасын түсіндіріп ашты және мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыруға белсене қатысты. 10 балл. Одан кейін Әсетке де дәл сондай белсенділік танытты. Сабақта проблемалық сұрақтар құрастырды, жалғаулардың түрлерін анықтады, 10 балл. Одан кейін Қазбекке 9 балл тақтаға шықты, бірақ жаңағы жалғаулардың, көптік жалғауларын тапты. Одан кейін Дінмұхаммед де өте белсенді қатысты, 10 баллық жүйемен. Бұл балаға да мен 9 балл қоямын. Одан кейін Кәмшатта белсенді танытты, 9 балл, Балайынға 9 балл, Гүлсезімге 8 балл. 8 балл себебі септік жалғауларында ана жерде басында бір қате жібердің, е? Тәуелдік жалғауын жазып қойдық, сол себепті Құдірет, өте белсенді. Бүгін Құдіретке кәне қол ұрып қояқшы. Өте сабаққа белсенді қатысты. Құдірет мақал-мәтелдердің мағынасын ашты. Әрдайым осылай болып тұрсаң, өте керемет үлгілі оқушы боласың. Құдіретке 8 балл. Тағы кім қатысты? Бізде белсенді Ерсайын, белсенді қатысты Молдияр 8 балл, Айнадин 8 балл, жақсы Баян, Динара өте белсенді. Ал енді танытты оларға 8 балл. Қан жоғары көтерейікші. Шырмау өрмекшін торы құрылды ма? Ал енді жайлап жерге түсіріңдер. Бүгінгі біздің сабақ мақсаты орындалды ма? Соған тоқталайықшы. Яғни мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырылды. Жалғаулар талдау кезінде мәтіннен ажырата білдік. Яғни жалғаудың 4 түрін: көптік, септік, тәуелдік, жіктік жалғаулар түрлерін анықтады, талдады. Яғни бүгінгі сабақ мақсатымыз орындалды. Енді үй тапсырмасы, дәптерге ашыңдар, үй тапсырмасы. Оқулықтың 39-шы бетте 4-ші тапсырма. Қараңдаршы кітапқа. 39-шы беттегі 4-ші тапсырмада былай дейді: не істеу керек? Аурудың себептері және одан сақтану деген тақырыпта төменгі сынып оқушы нұсқаулық жазу дейді. Ал енді өздерің жаңа айтыңдар, денсаулықты сақтау үшін не істеу керек? Өзіне төменгі ініңе, қарындасыңа, сіңліңе қандай нұсқаулық бередінің? 1, 2, 3, кем дегенде 5 нұсқаулық жазасың. Бірінші не істеу керек, екінші не істеу керек. Одан кейін келесі тапсырма: қазір жиі кездесетін балалар ауру және емдеу жолдары туралы дәрігермен сұхбат құру дейді. Жаңа біз академикпен журналистің арасындағы сұхбатын мәтін ретінде оқыдық. Ал енді сен өзің дәрігерге барасың ғой, жаңа айттым, 2 ай бұрын бардық, 3 ай бұрын бардық. Сол дәрігерге барған кезде өзіңнің не үшін бардың, нені тексердің, сол жайында шағын сұхбат құрып келеміз. Тапсырма түсінді ме? Бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, сау болыңдар. Сау болыңдар.